Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube арна көрермендері, құрметті ағайындар, армысыздар. Ассалаумағалейкум. Грузиядағы кезекті күндердің бірі. Қазір енді тапсырыспен жұмыс істеп жүрмін. Алматыдан, Астанадан тапсырыс берген жандар бар. Қандай көлік десеңіздер, бұйырса Forerunner автокөлігін тауып қойдық, ақшасын төлеп қойдық. Бұйырса қазір оформление дейміз, яғни атымызға аудару сәттері. Ендеше қандай көлік алдық сіздерге көрсетіп шығайын. Сіздер лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бағасы қанша бәрін дұрыстап айтып берем. Сонымен құрметті ағайындар, мына өздеріңіз көріп тұрғандай Forerunner автокөлігі сәбіз түстен, өзі сондай гламурный автокөлік деп айтсам болады. Жол талғамайтын көлік деп енді осыны ауыз толтырып айтуға болады, құрметті ағайындар. Айнала бір айналып шығайыншы. Кәдімгідей бойың жетпейтін көлік қой, былайынша айтқан кезде. Толықтай айналып шығайын, толықтай көрсетіп шығайын. Forerunner автокөлігі. Енді бұл жаңағы тауды, тасты, охотаны, сондай бір балшықтардың арасында жүргенде, тау тастың арасында жүргендер жақсы көретін адамдар үшін енді бір таптырмас, өте таптырмас көліктің бірі. Бұл енді Forerunner айдайтын адамдар бұны жақсы түсінеді. Полностью подвескалар дейміз, астыңғы подвескалардың барлығы толықтай усиленный, заряженный көлік қой, былайынша айтқан кезде. Енді бұның қазақшасын баламалап тұрып қазір айтып берем. Енді таутасқа дайын тұрған көліктер, бұлар Forerunner'лардың өздері бөлінеді, құрметті ағайындар. Енді сырт кейіппен қарайтын болсаңыз, мінекей мынауда Forerunner тұрған, мінекей мына көріп тұрғандарыңыз, мынауда Forerunner. Екеуі де бір атаумен тұрғанмен, құрметті ағайындар, қарасаңыздар, екеуінің түрі екі түрлі. Енді осы жерде мен түсіндіріп өтейін. Forerunner'лар бұларда SR 5 болып бөлінеді, Forerunner'лар TR-ді болып бөлінеді, Forerunner'лар TR-ді оффроуд болып бөлінеді, Forerunner'лар limited болып бөлінеді, және де TR-ді Pro болып бөлінеді. Яғни мынау limited нұсқасы, ал мынау TR-ді Pro нұсқасы. Яғни таутасқа керек болатын болса, мына нұсқа ең мощный деп айтсақ болады. Яғни бұлардың жүрісі кез келген жерде, бұл құмда да жүре алады, бұл кез келген шөлде де жүре алады, бұл тауда да жүреді, таста да, суда да жүре береді. Яғни кез келген жерде жүре беруге болады. Енді суда толыққанды жүру үшін бұның жоғар жағынан білесіздер не істеу керегін, ол енді қосымша бөлек әңгіме. Ал енді мына limited нұсқасы, бұл заказ емес, менің алып жатқан мына көлік. Бұл limited нұсқасы, бұл Forerunner жақсы көретін адамдардың қалалық режимға жалпы бейімдеп бізге берген тұсы десек болады. Яғни бұл да рамный көліктердің бірі. Так, ендеше достар, көліктің ашайын, көліктің ішіне қарай кірейік. Так, сонымен көліктің ішіне қарай кірейік. Көліктің кузовы дейміз, кузовы толықтай өте әдемі жағдайда. Ешқандай жерінде бояу, ешқандай жерінде шпаклевка, бір жері соғылған, бір жері бірдеңе болған деген нәрселер емес. Дөңгелектерін көріп тұрсыздар. Жай ғана қарапайым бұлардың өздерінің дөңгелегін алып тастаған. Яғни бұл көлікті Америкада дайындаған, құрметті ағайындар. Негізі заводтан бұлар бұлай шықпайды. Дайындаған дөңгелектерді алып тастап, 35-тік жалпы дөңгелектерді қойған. Диск негізі 17 болады, бірақ жалпы дөңгелектің размері 35-тен. Бұлар фараларын алған, бұған линза салған, бұған диод салған. Мына біздің алдыңғы бампердің өзі, құрметті ағайындар, мінекей железо, мынау пластмасс емес. Мысалы, мыналар пластмасс жүретін болса, кез келген Forerunner'ларда, мынау бізде железо жүреді. Полностью жарық шамдарын қосымша салғызған. Мына бампердің өзі де Грузияда шамамен $1,500–2,000 көлемінде сатылатын суммасы. Енді бұл Грузияда бөлшектер өте көп, сондықтан да сәл арзандау, ал Қазақстанда ол мүлдем қымбат. Астыңғы подвескаларды көріп тұрсыздар, мінекей көк көмбек түспен тұрған. Бұлардың бағасы $2,5–3,500 арасында, құрметті ағайындар. Төбедегі багаждың өзі де қосымша ақша, бамперіміз ақша, қосымша жарық шамдары ақша, подвескалардың бәрі ақша, яғни бұл жерге нақты конкретті ақша салынған десек болады. Енді кеттік ал. Ішіне қарай кіреміз. Ішіне кіретін болсақ, толыққанды кожа, құрметті ағайындар. Толыққанды кожа. Кейбіреулер мен көлікті тексеріп атқан сәтте пробег бізде 120 мың миль болды, қателеспесем, 120–125 мың миль болды, бірақ мынаның рөліне қарадық та көп жағдайда. Мына бір
рөліне қарайтын болсаңыз, ол одан да көп жүрген көлікке ұқсайды, бірақ десек те компьютерға салып, толыққанды өзінің родной пробег екеніне көзімізді жеткіздік. Бірақ енді білмеймін неге екенін, мына рөлде қолымда щетка ұстап айдаған ба, бірақ енді көзге солай көрінгенмен, бірақ енді жыртылып атқан жері жоқ. Но в целом кузовтың жағдайы, ішкі панельдің жағдайы, ішкі кожалардың жағдайы толыққанды барлығы әдемі жағдайда. Енді көлік енді сөз жоқ енді. Далаға, қалаға, кез келген жерге дайын тұрған көлік. Ал, бисмилля. Бұлар объем 4 жүреді, құрметті ағайындар. 4 объеммен жүреді. Дауысты қарасаңыздаршы. Кеше түсте қойып кеткен осы жерге. Содан кейін оталтырып тұрған осы 127 мың жүрісімен. Енді ақшаңыз болатын болса, екінші көлік ретінде алып қоятын болсаңыз, бірінші көлігіңіз қаланың ішінде айдап жүргенге болса, екінші мынадай көлікті алып алсаңыз енді бар ғой. Сөз жоқ енді. Бөлік жүрісі, енді бізден подвеска қойғаннан кейін бұл енді трассаға арналмаған көліктер ғой, құрметті ағайындар. Бұны енді алып тас жолда айдайтын көлік емес, бұл жол жоқ жерде айдайтын көлік. Сол себепті, құрметті ағайындар, бұл трассада ұшқалақтау болады. Ұшқалақтау емес, кәдімгідей ұшқалақ болады. Дәл осындайдан біздер Жезқазғанға ма, Қостанайға ма осыдан 1 жыл бұрын апарып берген, дәл осындай подвескалармен полностью өзгерген, енді керемет жағдайда болатын ол да. Ол ТР-ді болатын, ол про болған жоқ. Сондықтан да Талтасқа керемет айдайтын көліктердің бірі. Іші толықтай кожамен. Мына жақтарын да көрсетіп қояйын полностью. Керемет жағдайда. Так, енді артқы жағын көрсетейін. Багажды да ашайын, көрсетейін енді сіздерге бірыңғай. Мінекей, құрметті ағайындар, өзінің қосымша қандай жалпы стол дейміз бе, қалай айтамыз, қойып шай тамағыңызды ішкенге жағдай жасап қойған, яғни өзінің заводтан тұрған дүниелері. Сондықтан да құрметті ағайындар, осындай бір Foreruner'ды алып жатырмыз. Бұл 2014 жылғы сатып алған сомамыз 21 400 доллар. 21 400 долларға сатып алып жатырмыз. 2014 негізі арзан тұрады. Осы жерде ашығын айтайын. 2017-нің өзін 23 мың долларға береміз деді. Біз бұны 21 400-ге алдық. Не себепті? Өйткені мынаған вложение салған. Дөңгелектері полностью ауысқан, бұның подвескалары ауысқан. Айтып отырмын ғой, алдыңғы фараларын бәрін, жарық шамдарын дұрыстаған, алдыңғы жаңағындай бамперларын железадан салған, багажын қойған. В общем, қысқасын айтқан кезде вложение салам деген адамға дайын тұрған көлік. Сол себепті дәл осындай дайын тұрған көлікті біздер бірден алуды шешім қабылдадық. Сондықтан да, құрметті ағайындар, бұның сатып алған суммасы 21 400 доллар. Яғни неге қымбат, ойбай деген сөз болмасын. Бұны түсінбейтін адамдар түсінбейді. Ал түсінетін адамдар расында әдемі екенін басын изеп тұрып, қос қолдап қолдайды десек болады. Бұл көлікті Алла қаласа Алматыға жеткізіп береміз. Олжекеңе апарамыз Алла қаласа. Сондықтан да берекесін берсін. Әр қазақтың енді жүрегінде, құрметті ағайындар, сөздің ашығы керек. Бәріміз әйтеуір далаға қашып тұратын адамдарымыз ғой. Кеңістік, сол кезіндегі ата-бабаларымыздың кең далада жылқымен шапқылап жүрген сәттері біздің қанымызға сіңіп қалған. Сондықтан да сондай бір таутасқа, шөлге, далаға шыққымыз келіп тұрады. Сондықтан да әр қазаққа осындай екінші таутаста айдайтын көлік маңдайына нәсіп етсін дейміз. Қысқасы осылай, құрметті ағайындар. Бұйырса тағы да алатын көлігіміз бар, Camry 50-іміз бар. Ол да Алматы қаласына жеткіземіз. Оны біз 7800 долларға XLE комплектациясымен алдық. Оны енді қандай көлік алдық, оны қосымша видеоға түсіретін болам. Сосын Ascent көлігін алып жатырмыз Алла қаласа. Ол көлік 2020 жылғы 16500 долларға алып жатырмыз. Оны Астана қаласына. Ол көліктер қандай кейіпте, олардың бәрін қосымша көрсетем. Құрметті ағайындар, келесі автотур бұйырса 16 апрель, яғни сәуір айының 16 жұлдызы және де 14 май күні, мамыр күні осы 2 айдың датасын белгілеп қойдық. Грузияға келіп көлік алам дейтін болсаңыздар, мархабат, бірге автотурмен келсек болады. Не болмаса көлікке тапсырыс берем дейтін болсаңыздар, дәл осындай керемет көліктерді, құрметті ағайындар, қаланың кез келген, Қазақстанның кез келген қаласына жеткізіп береміз. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз ағайындар. Алла абыройдан айырмасын.